Мен бірінші А сынып оқушысы Маулетова Қарақат. Ертегілер еліне саяхат жасаймыз. Мен ертегілерді жақсы көремін. Менің әкем маған ертегі оқып береді. Мен ертегі берші. Үйреніп жүрмін. Ұйқым келмей жатыр. Ертеде, ешкі жүні біртеде. Ертегі айтып бермесең, ұйықтамайтын еркелер. Сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын. Сандық толы ертегі шашу еді шашайын. Теледидар төрінде ертегілер елінде. Балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер. Тау көтерген толағай жолбарыспен алысқан. Көл тауысар қомағай теңізді тауысқан. Желден жүйрі жел аяқ ұшқан құспен жарысқан. Құмырсқамен дос болған аң патшасы арыстан. Теледидар төрінде ертегілер елінде. Балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер. Сіздерді алтын сақа ертегісімен таныстырамын. Ертегінің кейіпкерлері Жалмауыз кемпір, бай және алтын сақасы бар байдың баласы. Бай болыпты, оның ұлы болған екен. Бай бір күні жылқыларын суара көлге келсе, Жалмауыз кемпір байдың жағасынан ала кетеді. Жалғыз баланды бер, дейді Жалмауыз кемпір. Бай, ертең көшемін. Сонда баланың алтын сақасын жұртқа тастап кетейін, дейді. Баласы алтын сақасын алып қайтуға шығады. Оны Жалмауыз кемпір қуады. Бала бәйтеректің басына шығып үргеледі. Жалмауыз ағашты құлатуға біраз қалды. Төбеде ұшқан қарғалар мен қарлығаштан бала көмек сұрайды. Кішкентай кейіпкерге кім көмектесті? Егер білгің келсе, алтын сақа ертегісін оқып шық. Назарларыңызға рахмет.